Алия деген сұлу қыз көшеде сумкасын ұстап келе жатса, артынан бұзық жігіт келіп, сумкасын тартып алыпты. Алия жылайды. Супер қаһарман сол уақытта көмекке келеді. Сөйтіп, сұлу Алияның сумкасын бұзық жігіт келіп тартып алып, Алияға апарып береді. Алия рахмет дейді. Деген сұлу қыз боянып отырған екен. Сөйтсе бір жаман бұзық бала келіп, косметикасының бәрін супер қаһарманды көмекке шақырады. Супер қаһарман елдеріне келіп, бұзық баладан сумкасын тартып алып, Айымның өзіне тастайды. Айым супер қаһарманға рахмет дейді. Алиби деген мықты жігіт бір күні сумкасына заттарын, ойыншықтарын жинайын десе, ақылды болып үйін жинап, сумкасына ойыншықтарын сыйғызамай әлек болыпты. Сол кезде Алиби қаһарманды көмекке шақырады. Көмектесші дейді. Көмектесші. Сол кезде қаһарман жүгіріп келіп, сумканы жабуға тырысады. Екеулеп сумканың замогын әдемілеп жауып тастайды. Ой, қаһарманның да күші көп екен. Алиби деген жігіт өте жақсы жігіт екен. Үйіндегі барлық ойыншықтарды жинап, бір сөмкенің ішіне салып жатыр екен. Ол ісіне қаһарман да риза болып, бірден көмектесуге кірісіп кетті. Екеуі сөйтіп Алиби қаһарманға рахмет депті. Рахмет. Ой, машинаны көтеретін біреу бар ма маған қаһарман? Сол кезде дауысын қаһарман естіп, сразу көмекке кетті. Машинаны үш тос жабылып, қаһарманның көмегімен төбеден шығады. Айбатыр қаһарман өзіне рахмет. Рахмет қаһарман. Қаһарманның көмегі тиген достар бір-бірімен дос болып, тек жақсы істер жасаймыз деп келісіпті. Видеомыз ұнаса, және келесі видеоларымызды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қой.